Табыс септік түркшеде белгілеме халі деп айтамыз. Табыс септіктің жалғаулары и, у және ү. Нені, мейі, кімді, кеме деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, ат. Нені? Атты. Аты. Калем. Қалам. Қаламды. Калеми. Оку. Оку. Улу. Мектепті, университетті, үзім. Оқуды. Үзім. Мі. Жүзім. Жүзімді. И, у, ү жалғауларын алып келдік. Оны неге қарадық? Оның алдындағы дауысты дыбысқа қарай үндестік заңына біз бұдан бұрын оны үйренген болатынбыз. Соған сәйкес жалғадық. Мысалға, ол жанды болатын болса, біреудің аты болсын. Кімді? Жанан. Жананы. Жананды. Әйел адамның аты. Öğretmen. Мына жерге апостроф қойдық. Бұл емле бойынша жалпы есімдерден кейін жалғаған кезде, қосымша жалғаған кезде апостроф қоямыз. Öğretmen, мұғалім. Öğretmeni. Кімді? Доктор, дәрігер. Доктору. Дәрігерді. Үрдін. Иордания. Иорданияны. Үрдін, апостроф, ү. Жалқы есім болғандықтан. Бұл жерде бір назар аударарлық нәрсе к, т, ч, п деген дауыссыз дыбыстармен. Бұлар қатаң дауыссыз дыбыстар. Егер есімізде болатын болса, фастықшы шақаптың ішінде болатын. Бұларды біз егер бұны жаттағымыз келсе, біз кетчап деп жақтасақ болады. Кетчап, яғни кетчуп. Кетчап сөзіндегі дауыссыз 4 дыбыс қатаң. Бұл дыбыстардан кейін дауысты дыбысқа басталатын қосымша жалғанатын болса, олар ұяңданады, түркішеде жұмсарады деп айтады. К, г-ға немесе жұмшақ к-ге, т, д-ға, ч, ж-ға, п, б, б-ға өзгереді, ауысады. Мысалға, аяқ, аяғы, аяқ, аяқты. Ренк, түс, түсті, ренге, г-ға ауысты. Юрт, жұрт, мемлекет, ел, немесе жатақхана. Юрду, д-ға ауысты. Бірақ бұл жерде заңға ережеге сәйкес келмейтін көптеген исключениелер болады. Т әрпіне қатысты. Ağaç, ағаш, ağacı, ағашты. Mektup, хат, нені, хатты. Mektubu, бұға айналды. К, жұмшақ к, немесе г-ға, т, д-ға, бірақ ережеге сай келмейтін көптеген сөзді көреміз, кездестіреміз. Ağaç, ağacı, mektup, mektubu. Кетчап деген сөздегі к, т, ч, п 4 әрпіне қатысты ереже, 4 әріпке қатысты ереже бұл. Ал егер сөз дауысты дыбыспен бітетін болса, онда біздің жаңа табыс септігіндегі жалғауларымыз, қосымшаларымыз и, у, ү еді ғой. Онда олардың алдына көмекші дыбыс келеді. Осылайша үй, и, ю, ю
болады. Мысалға, баба, әке, бабайы, anne, ana, mama, anneyi, uyku, uyku, uykuyu, ütü, ütük, ütüyü, ütüktü. A-мен бітті, E-мен дауысты дыбыстармен бітіп жатыр. Сондықтан біз Е дыбысын ортаға алып келдік. Өйткені мынау дауысты, мынау да дауысты. Екі дауысты дыбыстың ортасына қосылатын көмекші әріп. Дауысты, екі дауысты қатар келгендіктен екі ортаға не істедік? Е дыбысын алып келдік. Бұған да назар аударамыз. Ал енді кітаптағы мысалдарға қарайық. Ayran. Ayranı içiyorum. Neni ayranды ішіп жатырмын? Defter. Defteri satıyorum. Defterді satıp жатырмын. Bavul, чемодан. Bavul, чемодан немесе сөмке, жыл сөмкесі. Bavulu taşıyor. Көтеріп бара жатыр. Gül. Gül дегеніміз раушан гүл. Түркшеде gülü kokluyorum. Gülді иіскеп жатырмын. Не істеді? А және дан кейін және мен соңғы дауысты дыбыс немесе болса, у болса, немесе болса, дыбысы жалғанды. Жаңа біз оны түсіндіріп айттық. Kitap не деді? Кетчап деген сөздегі мынау дыбыстар П-ға айналады дедік, Ч Ж-ға айналады, Т Д-ға айналады, К жұмшақ К немесе Г-ға айналады дегенбіз. Кітап оқы. Кітап оқы. Ал егер кітапты оқы дегеніміз келсе, онда китабы оқы деп айтамыз. Simit yiyor. Simit ол қалач, нан, тоқаш. Simit yiyor, тоқаш жеп жатыр. Simiti yiyor, тоқашты жеп жатыр. Çiçek suluyorum. Çiçek бұл гүл. Нені? Гүл суарып жатырмын. Гүлді суарып жатырмын. Нақты қандай да бір белгілі. Ондай болса, çiçeği suluyorum. К жұмшақ К-ге ауысты. Havuç ye. Havucu ye. Сәбізді же дейтін болсақ, Ч Ж-ға айналды. Жаңа айттық, гүл дегеніміз бұл раушан гүл, роза. Çiçek дегеніміз жалпы гүл түркшеде. Қазақшамен кішкене шатасуымыз мүмкін. Сонымен қатар, егер дауысты дыбыспен бітетін болса, не дегенбіз? Ол дауысты дыбыспен, сөзбен жалғаудың қосымшаның екі арасына Е дыбысы келеді деген болатынбыз. Тақта емес, тақта Й. Çizme етік. Нені? Çizmeyi giyiyorsun. Етікті киіп жатырсың. Şeftali şabdalı. Şeftaliyi yıka. Жу. Шабдалынды жу. Suyu içme. Суды ішпе.